Ал Жамбыл облысында қарапайым қойшы Гелендваген мен қой қайырып жүр. Бір қызығы жол талғамайтын көлігі 4 емес, 3 дөңгелекте. Қойлы ауылдың ойлы-ғырлы жолында бұл жүйрікке жетер көлігі жоқ. Кәдімгі мотоциклді автокөлікке айналдырған Төлеген Жүсіпов Ақбоз атына Қазақ Ваген деген атау беріпті. Бұл Қазақ Вагеннің құлын кезіндегі түрі, кейін жетілдіре келе кәдімгі көлікке айналған. Бет сұлбасы Гелендвагенге ұқсап шыққан соң қазақ сөзін телей салыпты. Кроваттың ішіндегі не артқа қарай тебу үшін арналған. Мына жерде трос болады. Мынау газы, мынау тормозы, мынау сцеплениясы. Енді жаздың күні мынаны ашса, жаңағы желдеткіш ішін ыстық болып кетсе, мына жерде вентилятор орнатылған. Төлегеннің туындысы еріксіз езу ұялатады, шеберлігі таңдай қаққызады, қажетсіз дүниені әжетке жаратыпты. Салонын сәндеп қана қоймай керек қондырғыларды орнатқан. Жарығы ұялы телефонды қуаттайтын көзі, артқы көріністі көрсететін айнасы, қала берді ыстықта желдеткіші, суықта жылытатын тетігі бәрі орын тапқан. Өрісте іш пыстырмайтын үн таспасы, мал қайыруға үркітетін дабылына дейін бар. Аяққа тұрмаған қозыны қоржынға емес арнайы орынға салуға да жағдай жасалған. 70-80 алады трассада тегіс жерде болса. Мына жерде енді әйтеуір жүреді. Мен жолға байланысты 70-80 алады осы ауырлығымен осы. 080 тен 08 нөмірінде де мән бар. Өз туған жылымен тегі және Жамбыл облысының сериясы жазылған. Тек алыс жолға шығуға құжатының жоқтығы қолбайлау болып тұр. Бір қызығы Төлегеннің арнайы білімі жоқ. Көлік құрастыруға жаңбырлы күні далада қалуы себеп болыпты. Малды жайғап, қыстақтағы малшыларды атпен аралайтын Төлеген. Енді келіншегі екеуі жиын тойға домбырасын арқалап Қазақ Вагенмен барып жүр. Ауылға да жүгір келдім. Ордасында талайдың сайраған, ақсам аурын сарғыман, ең дастарған жайнаған. Жалаң өскіл жайлауын жортып жүрген бұл Қазақ Ваген, кәдімгі Гелендвагеннен артық болмаса, кем емес. Жанармайға үнемді, тіпті кейбір жол талғамайтын жүк көліктер өте алмайтын ойлы-ғырлы жолдан еркін өтеді. Төбесіндегі қондырғы арқылы күн энергиясынан жарық алып, жарығын жағып қараңғыдан жол табады төтеден. Қысқасы, жаныңа керек бір жайлылық жасалған. Олай болса, қырасып кеткен қойды қайырып келейік. Бұлай тұр. Нұрадин Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Жамбыл облысы.